Бұл видео Шымкент қаласында тұратын жас отбасыларға арналады. Жас отбасылар мектеп жасына жеткен оқушысын ең бірінші мемлекеттік мектепке апарады. Мемлекеттік мектепте оларды күтіп алатын үш бірдей мәселе. Сыныпта оқушы көп, үйірме жетіспейді және толып қалған орын жоқ деп қайтарады. Осындай кезде не істейміз? Бұндай кезде біз қала орталығында орналасқан жас дарын 3 бастауыш мектебіне келеміз. Мектеп қазақ және орыс тілдерінде білім береді. Ең бастысы тегін білім береді. Тегіннің ішінде мемлекеттік білім беру, кітап, футбол, би үйірмелері шынымен тегін және тұзды бөлме, бір реттік тамақтану, апта сайынғы бақылау тесті. Осының барлығы сіздердің балаларыңыз үшін тегін жұмыс жасайды. Және жұмыстан қолым босамайды, мен азында барып кешке қайтатын оқу үлгісі керек десеңіз ұзартылған күн бар. Бұл ақыл жүреді. Оның ішінің өзінде 3 мезгіл тамақ, үй тапсырмасын орындау, логопед, психолог мамандары 10 бірдей үйірменің ішінен балаңыз екеуін таңдап алады және қолайлы бағдарламалар қарастырылған. Қаланың кез келген жерден тасымалдау қызметі бар, саналы таңдау, сапалы білім. Келіңіздер.